Экономиканы әртараптандырып, отандық бизнесті ілгерілетуде заманауи технологияларға иек артқан жөн. Отандық қаржыгерлердің ортақ ойы осыған саят. Есепке жүйрік елге танымал тұлғалар бүгін Алматыда бас қосты. Олар Қазақстанның қаржы саласын қайткенде дамытамыз деген сауалға жауап іздеді. Бұл ретте құрылып жатқан Астана халықаралық қаржы орталығына үлкен үміт артылады. Мекеме 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс істей бастайды. Ал осы жылдың соңына дейін оның басты серіктесі анықталады. Естественно, что это будет новые технологии. Әрине, бұл қор биржалары біз үшін жаңа технологиялық мүмкіндігі мол әріптес болады. Яғни бұл технологиялық әлеуеті зор жаңа қаржы алаңы. Оған негізінен ең қызықты әрі пайда табу мүмкіндігі басым ұсыныстар шығарылады. Самұрық пен Бәйтерек компанияларындағы жекешелендіру бағдарламасы және шетелдік инвесторларды тарту, мұның барлығы еліміздегі экономиканы дамытуға негізделген. Яғни бұл қаржы орталығында инвестициялар алаңы пайда болады.